Selam dostlar, sizlerle birlikte Bayko Koyaş. Biz İzmir kalasındağı sayahatımız әлде жалғасуда. İzmir kalasının жаңағыдай өте танымал бір тамағын жеп көрмек ойымыз бар. Иә, сол жапондық досымыздан ол қандай тамақ деп сұрағанда ол соба деп жауап берді. Сондықтан қазір соба жейтін бір жер іздеп жүрміз. Оның айтуы бойынша осы келе жатқан көшеміз толған соба дәмханалары екен. Қазір енді көреміз қайсысына кіретініміз. Ал достар, біз соба дәмханасына келдік. Мынандай екі түрлі соба алдық. Біреуі қарапайым соба, ал екіншісі осы Идзумоның өзінің ерекше бір собасының түрі. Негізі соба дегеніміз басқа мемлекеттерде жоқ деп ойлаймын. Жапонияда ғана бар. Гречкадан, қарақұмықтан жасалған лапша болып табылады. Өте дәмді және денсаулыққа өте пайдалы. 出雲のおそばはこのように3段に重なっています。まず1段目にこちらの薬味を入れます。半分ぐらいでしょうか。薬味を入れて、つゆをかけます。いただきます。初めての食レポ。Бірінші ұрыста қалғанда бульонды мынаған құяды екен да, сөйтіп мынаны астына салады екен, астына қойып жейді. Сөйтіп қайтадан оларды сол жаңағы жапон досымыз көрсеткендей бәрін қайтадан салып жейді. Достар, кеш жарық. Қазір мына жерде обон мейрамы болып жатыр. Соның жайында обон болған кезде осындай чучин деп атайды. Қағаздан жасалған фонарларды шығарып қояды. Соны не үшін шығаратын барлығын біздің жапон досымыз Гакки-сан айтып кетеді. Гакки-санどうぞ。はい。日本のお盆はですね、13日の夜に、ご先祖様が家に、帰ってくるということから、家の中をこういう、提灯で照らして、ご先祖様を、お迎えします。でこの提灯は、ご先祖様が亡くなってから初めてのお盆の時に、親戚の人や兄弟たちがこの提灯を持って、来てこうやって飾ります。でこちらの2つは真ん中のおばあちゃんが亡くなった時なのでもう何十年も前から、あってここで毎年お盆になると、おばあちゃんとか、ご先祖様を、迎えてます。でこちらの方は、10年ぐらい前に亡くなったおじいちゃんの時に、兄弟とか、親戚の方からもらったもので、これも、ご先祖様が、家に来られる時に、明かりを照らして、お迎えするためにたくさんの提灯を立てることになってます。さ、はい。なんでこの中の、はい。この提灯の中は何に乗ってるんですか？これは熱の力で、はい。この真ん中のピンが回るようになってて、それで特別に意味がありますか？明るく少しでも明るく、賑やかに迷わないように。そう。で夜になると外にろうそくを置いたりして、夜お迎えするっていうことです。
はい、これが日本の仏壇です。仏壇ではまずお線香を2本取って火をつけます。で、お線香を立てます。で、その後にこれを鳴らして手を合わせます。手を合わせたときに南無阿弥陀仏と、お祈りします。Сәлем достар, сіздермен бірге Вайкон Voyage. Бүгін біздің саяхатымыздың екінші күні. Біз Тотtori префектурасындамыз. Біз қазір Жапонияның Тотори кентінде орналасқан Кёйоши деген кішкентай қалада жүрміз. Осы жердегі көне көшені, ескі көшені аралап жүрміз. Бұл жердегі ғимараттар да, үйлер де ескі стильде салынған. Солар да бізге Афганистан мен Орта-Пасты таныстырады. Және осы жерде көбіне қазір сувенир сататын дүкендер көп екен, және соларды да бірге аралап көреміз. Қабырғасы ақ сылақпен боялып, шатырына қызыл жабынғыш жабылған қоймалар тізілген бұл көшелер Эдо кезеңінде, яғни 1600-1800 жылдар аралығында сауда-саттық пен өндіріс орталығы ретінде дүркіреп тұрған. Сондай-ақ бұл қалашықта атақты Курайоши Гасури атты өрнекті маталар мен дән бастырғыштар шығарылған. Қазіргі күннің өзінде қалашық сол кезеңдегі атмосферасын сақтап қалған. Бүгінде мұнда өз өнімдерін шығарып, сататын дүкендер өте көп. こういう白い壁のうちっていうか蔵っていうか倉庫ね、倉庫がずっと並んでるところですかね。でこういうのも珍しいので日本ではたくさん皆さん来られるんです。でここに橋がかかってるけどあれ全部石が一個っていうか、繋いだもんじゃないです。そのを繋いであるけど他のは全部石一個です。 Біздің жапондық досымыз мына балықтардың түрі адамдарға ұқсайды деп айтады. 人の顔したこういう 確かに出るよ. Сол сенің видеоға түсіріп жатқанын біліп, күштілеп мода көрсетіп отырған балықтар. ああいう丸い玉がありますよね。あれはね、杉玉って言って杉の枝で作ったわけですよ。で、あれが掲げられているのは日本酒、酒のお店、酒を作るお店。作るのに使うってこと？いや、使うわけじゃなくて、まあ、印として、酒屋さんですよっていう。うん、そうそう。 対象というのがメールにお答えもできましたからね、これですね。そういう時にどうしてきたかなんですよ。
旅館なんかなかったですけどね。大体商品の大きな。ここ珍しいのでね、竹バンブーなんだけど、すごくなんていうか手が込んでいて高いんです。これくらいのバッグが30万円。はい、ゼロが2個いる。2個。ちょっとまあ見てください。波がね。波が難しいですね。まあそんなする。お母さんに買ってください。40万。お金持ちになったらお金持ちになったら。また戻ってきてお金持ちになって。ここお金をもらうといろいろお願いが叶うね。お金持ちに。お金持ちになれるよ。なれるため、なれるように竹の皮がある。公衆電話昔。公衆電話。そしたらこう行くじゃん。もう少し力を入れて。で、上に上げて、上に上げて。あ、ちょっと緩めて上に上げて。もうちょっと力を入れて。Курайоши қалашығы өз қалпын сақтап қалған құнды тарихи жәдігер ретінде ғана емес, осындағы өндірісті тоқтатпай, қалашықты ғасырлар бойы өркендетіп отырған тұрғындарымен де аса бағалы. Қалашықта серуендеп жүріп, 2-3 ғасыр артқа шегінгендей сезімде боласың. Қала бойында Тама өзені ағып жатыр, ал оңтүстікке қарай Уцубуки тауы орналасқан.はい。じゃあ、もちもちのあんこ普通の。はい。今34. Давай, Витка, что-нибудь. Балла!
бишкекке карай кетип бараткан кезде барып атасыздарбы? Иә, қазір еще Қапшағайға бара жатқанда бар екен. Алматыдан. Аримас. でかこれめっちゃでかい。めっちゃでかい何メートルぐらいかな？何メートルぐらいは50メートルあるかもしれない50メートル。これあれに捕まって